Абысын қандай болу керек дейді. Ал ендеше тыңдаңыздар. Абысын деген іші тар болмау керек. Бірге қызмет жасасып қолдау керек. Бір-біріне болысып артын ашпай, керек кезде туғаныңдай қорғау керек. Абысыным алтын ғой деп мақтау керек. Сырын айтса, іште ғана сақтау керек. Ұрсып қалса өсектемей жер әлемге, абысынды жауыңдай сатпау керек. Ерегесіп, мен биттім ғой, сен сөйттің ғой демеу керек. Ортаға от салғанға ермеу керек. Абысын тату болса асым көп деп, сыймен ғана жылы сөйлеп ерлеу керек. Тамағымыз пісті. Мына жақта 4 лист манты істедік. Сосын 2 лист мына жақта тағы жетпей қалатын болса деп сапасына күшті қылып дайындап қойдық. Тұздығы бар. Мына жақта дастарханды әдемі қылып жайып қойдым. Апалар күтіп отыр ана жақта. Бұйырса қазір шақырамын дастарханға. Пісіп жатқан кезде Сенбек екеуміз дастархан жайып жатырмыз. Мына жаққа күшті қылып қазір сервировка жасап, барлығын жасап жатырмыз. Кешегі әкелген Жаңаөзеннен доставкамен алдыртқан осындай күшті пахлаваларды бүгін дастарханға қояйын деп жатырмын. Бәріміз бірге жейік, қайнапам да кел. Бұнда шоколадный неше түрлісі бар. Бұны енді бәріміз сұраққа берем, бәріміз сұрап қайдан деп. Өзі шайды ол құйып берген соң адамдарға беру керек қой. Құйып береді да өзі ішіп тұр ғой сразу да. Жоқ, мен сондай бір сапа шығар деп ойладым. Менің қолыма берейін, мен іштім. Біртан мата. Сосын жеңше тұрды да, жынсың ба деп. Сіздер тұрды бүйтіп қарайды. Маған беріп отырмын ғой. Сосын тұрамын да, ана жақтағы бір аға қостап жіберем қолына, ол ішілген шайды анаған беріп жүреді ғой. Не қылдыңдар? Hoş geldinler. Bir ay oldu mu? Bir ay canım. Hani yanına görmeye geldim.